Бисмиллах, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі шығарылымда, Алла қаласа, табысты кәсіпкер әйелдің 5 дағдысы туралы айтамын. Енді өзім табыс тауып жүрген жан болғаннан кейін, барынша өзімнің тәжірибемнен өткен дүниелермен сіздермен бөлісуге тырысамын. Көп адамдар табысты болуға тырысады, ал табысты әйел кәсіпкерлер қандай дағдымен табысты болып жатыр? Соған тоқтала кетсек деп тұрмын. Кәсіпкерлік бұл тек қана бизнес жүргізу емес. Ол өзін-өзі дамыту, дұрыс дағдыларды қалыптастыру, жоспар құру деген сияқты бір дағдыңыз болмаса, табысты кәсіпкер бола алмайсыз ғой. Жасап көресіз, қолыңыздан келмейтін сияқты болады, кедергі шығатын болса, құлап қаласыз, сынып қаласыз. Сондай дүниелер болмас үшін нақты бір өзімнің тәжірибемнен қалыптасқан дағдылармен бөліскім келіп тұр. Әйел адамдар жалпы бизнесқа көп келіп жатырғанын байқап жүрміз. Негізгі әйел кәсіпкерлердің саны артып жатыр деп қазір әлеуметтік желілерде тіпті дабыл қағуда. Не үшін әйелдер осылай болып жатыр деген сияқты. Бизнеске кірсе де, қандай бір дүниеге кірмесе де әйелдер қазір табысты болып жатыр. Оның да өзіндік себептері бар. Себебі қазіргі таңда әйелдердің кәсіпкерлікке деген қызығушылығы қатты артып жатыр. Олар өздерінің қабілеттерін аша алатынын білді, өздерінің қолынан келетінін білді, және де бұл кісілер, әйел адамдар жалпы стратегиялық жағынан, қызығушылық жағынан, коммуникация жағынан өте жоғары адамдармен тіл табыса алатын жандар ғой. Сол себепті әйелдер жақсы дамып жатыр деп айта аламын. Енді мен сіздерге бүгін өзімнің бір 5 дағдыммен бөлісейін. Ол біріншіден стратегиялық ойлау. Екіншіден коммуникация және нетворкинг. Қазір жеке-жеке тоқталатын боламыз. Үшіншіден қаржылай сауаттылық. Мен әр кезде осы сауаттылық туралы айтып тоқталатын боламын. Себебі мен өзімнің қателіктерім көп болған кездер болған. Оған да тоқталамыз. Төртіншіден уақытты басқару. Бұл дағды сізде міндетті түрде болу керек. Уақытыңызды басқара алмайсыз ба? Сіз табысты әйел кәсіпкердің қатарына өзіңізді қоспасаңыз болады. Бесіншіден өзін-өзі дамыту. Өзіңізді дамыту отыру всегда тұрақтылықты сақтап қалу сізді жетістікке алып келеді. Енді жеке тоқталатын болсақ, бірінші дағды бізде стратегиялық ойлау. Стратегиялық ойлау дегеніміз не? Бұл әрқашан адам алдағы қалай жұмыс жасайтын бір 2 ай, 3 ай, тіпті 1 жылға стратегия жазып қою керек. Стратегия жасау ол уже сәтті бизнестің негізі. Қайда барамыз және сол күнде нені жасаймыз деген дүние болу керек та. 6 айда мен осы дүниені жасаймын. 6 айда кейін екінші қадам басамын деген сияқты өзіңіздің бір стратегияңыз болу керек кәсіпте. Екіншіден коммуникация және нетворкинг. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнату сіздің уже кәсіпкерлік мышлениеңізді өсіреді деп айтқым келеді, және де табысыңыздың артуына бірден бір себепкер болатын дүние. Нетворкинг жалпы бұл жаңа мүмкіндіктерді ашатын бір құрылғы деп қарасақ болады. Адамдармен танысасың, өзіңе керектіні аласың ақпаратты, біреуге пайдалы болсаң, өзіңнің қызметіңді, өніміңді сол жерде ұсынасың деген сияқты. Одан бөлек дұрыс, егер сенде орта болатын болса, сенің бизнесінің дамуына, сенің тұлғалық дамуына ол адамдар тікелей әсерін тигізетін болады. Себебі, мысалы, сен ортаңа қарап, досыңа қарап адамды таны деп жатады ғой, сол сияқты да бұл жерде сен ортаңа қарай өсе бересің. Адамдардың мынандай дүние болады да, қазір сен 5 адаммен чай ішіп, өсек айтып, үйде жүретін болсаң да, немесе қазіргі ортаң сенің всегда бір негатив, болмай жатыр, қадалып жатырмын, кредитке кіріп кеттім деген әңгіме айта беретін болса, анаған бардым, оқыдым, болмады, мынаған бардым, оқыдым. Сен де уже ойланып бастайсың да. Бәрінде болмай жатыр ғой. Менде де болмайды деген дүние келеді саған. Ал егер бір жақсы бір ортаға тап болып, жаңа бір таныстыққа тап болып, олар өсіп атып, саған әртүрлі бір инструменттерді айтып, давай TikTokқа шығып көрейік, давай таргетке осындай бюджет салайық, давай осындай креатив көрдім, соны түсірейік, сонымен атып кетейік деген жаңа бір энергиямен, эмоциямен ақпараттар беретін болса, сен соның жетегінде, сол ортада ары қарай дамып кететін боласың да. И коммуникация. Адамдармен танысуға, жаңа ортаға баруға, олармен қарым-қатынас ұстауда ашық болу керек. Мен енді өзім жақсы орта деп айтамыз ғой. Осы дағдыны қалыптастыруда маған қиындық келтірмеген себебі, мен әр кез коммуникацияда ашық болдым. Бірінші қадам жасауға ұялмайтын болдым. Мысалы, көбісіне барған кезде, мысалға, таныса да танымағандай болып тұрса, мен айтам: "Ай, саламатсыз ба, Сандуғаш ханым, есіңізде ма, мен сізді осы жерден көргенсіз" деген сияқты алғашқы қадам жасаймын. Міндетті түрде танымадым десе, окей, проблема жоқ.
таныдым, ай Гүлзу ханым екенсіз ғой деп жатса, уже ары қарата коммуникация құрып кете беремін. Осылай әртүрлі бір нетворкингтардан қалмау керек. Бұл табысты әйелдің кәдімгі дағдысы қалыптастыру керек. Үшіншіден, бұл қаржылай сауаттылық. Бизнес қаржысын дұрыс басқару, қаржыны жоспарлау, бұл сіздің табысыңызға тікелей әсер ететін фактор болып табылады. Кәсіпкер өзінің кәсіпкер болмай тұрып қаржысын басқарып бастайтын болса, кәсіпкер болған кезде уже сол табысын көбейтуді, ұлғайтуды, масштабтауды оған қиын болмайды. Сол себепті дәл қазір қандай деңгейде тұрсаңыз да қаржылай сауаттылыққа мән беріңіз. Кіріс шығыстың есебін жүргізіңіз. Мен енді әр видеомда бөлісіп кетуге тырысып жатырмын. Егер сіз кіріс шығысыңызды білмейтін болсаңыз, қанша доход келіп жатыр, қанша шығын шығып жатыр, қанша маржа қалып жатыр білмейтін болсаңыз, уже сіз жүйесіз бизнес жасап жатырсыз да, уже сіз минусқа, яғни кері кетіп жатырсыз деген сөз. Сол себепті міндетті түрде андай бір эмоциялық тұрғыда алып қалатын покупкаларыңызды азайту керек боласыз. Қызығушылық танытып, біреуге қарап бір сумканы алып қалып, соны ала салып ұстамай жүру, біреуге қарап көйлегін алып қалып, оны алып кимей жүру дегеннің барлығы уже сіздің қаржылай сауатсыздығыңыздың белгісі. Мен айтамын ғой, маған көбісі айтады айналамда, Гүлзу ханым, сізде всегда мындай экономичный варианттар шығады дейді. Себебі мен өзім қаржылай сауатты бола бастағаннан бастап, әр кез сол мысалға бір 2 сағатқа студия алсам, 3 сағатын сыйлыққа алуға тырысам деген сияқты ғой, примерно сізге мысал келтіріп жатырмын да. Болмаса бір адаммен келісетін болсам, үшінші бір нәрсесін қосып беру. Мен өзім де тіпті ұсынған кезде солай айтам. Ұсыныс жасаған кезде мен айтам, давай сен менде 2 ай жеке оқитын болсаң, мен сені 4 ай қадағалаймын. Ойлашы, адам сенімен бірге 6 ай жұмыс жасайды. Осындай бір ұсыныстар беруге тырысам да, бұл да уже ол адамның қаржысын үнемдейді, және де ол адамның мүмкіндігін ұлғайтады. Қаржылай сауатты болу деген нәрсе осындай дүниелерге мән беру. Одан кейін 4-ші дағды бізде қалыптастыру керек, ол уақытты басқару. Әр істің басымдылығын анықтап, уақытты тиімді пайдалану. Мысалға мынандайда, көп адамдар өзінің уақытының қанша теңге тұратынын білмейді. Көп адамдар просто айта салады да, мысалы жеке разбор 500 мың теңге, жеке разбор 100 мың теңге, болмаса 50 мың теңге деген сияқты. Уақыт бұл ең құнды ресурс қой. Оны дұрыс пайдалануымыз керек. Оны дұрыс пайдалану үшін күнделікті жоспарлауымыз керек. Не жасаймыз, қай уақытта жасаймыз деген сияқты. Және сол жерден бөліп алған жоспарының арасынан сенің уақытының қаншалықты құнды екенін шығаруға болады. Мысалы сен бір күнде 5 миллион табатын болсаң, сен сол 5 миллионды 24-ке бөліп тасташы. 24 емес, сен бір 12 сағат жұмыс жасайықшы, 5 миллионды 12-ге бөліп таста. Сонда сенің 1 сағаттық табысың шығады да. Сен енді өзіңмен сөйлескісі келетін, өзіңнің біліміңді, тәжірибеңді сатып алғысы келетін адамдарға айтсаң болады, менің 2 сағатым осындай ақша тұрады. Менде мысалы жеке разбор 250 мың теңге тұрады деген сияқты, уже сен уақытыңды бағалап білетін боласың да, құнын айтылатын болсын. Кез келген жерге кіріп шығу, шақырылмаған жерге бару, керек емес отырыстарға қатысу дегеннің барлығы сіздің уже уақытыңыздың бағаламайтындығыңыз, өзіңіздің уақытының құнын білмейтіндікке алып келеді да. Демек, сіз уже табысты кәсіпкер бола алмайсыз, уақытыңызды басқарып білмесеңіз. Ал енді табысты кәсіпкер болу үшін 5-ші дағды бұл өзін-өзі дамыту. Үнемі білім алып, жаңа трендтерді меңгеру. Бизнесте тұрақты өзгеруде кәсіпкер үнемі дамып тұру керек. Егер сіз белгілі бір уақытта білім алмай қалсаңыз, дамымай қалсаңыз, жаңалықтан қалып қалсаңыз, онда сіздің кәсібіңіз бір деңгейде тұрып қалады. Сіздің табысыңыз өспейді, сіздің танымалдылығыңыз өспейді. Енді кітап оқу, хотя бы, кітаптар тегінде бар. Болмаса, енді кәсіпкер болам деген адамға ол кәсіпкерлік мышлениені дамытам деген, қалыптастырам деген жандарға міндетті түрде керек нәрсе. Тренингтарға қатысу, жаңа дағдыны қалыптастыру, мысалға таңертең ерте тұрып баста, жыл су іш, денсаулығың үшін деген сияқты, осындай бір өзін-өзі дамытатын мүмкіндіктерге ие болу. Тіпті мынандай ғой, қателіктер де бар. Бұл 5 дағдыны қалыптастырып алып, тек қана соны жасау емес. Сіз қандай қателіктер жіберуіңіз мүмкін? Біріншіден, сіз барлығын өзі жасауға тырысу мүмкін да. Кәсіпкер болу бәрін өзі жасау деген сөз емес. Сіздің кәсібіңізде кімнің көмектесе алатын мүмкіндігі бар, сол мамандарды жалдаңыз. СММ-чек инстаграмыңыз жүргізіп отырсын, ассистентіңіз бүкіл жұмыстарды, менеджеріңіз келген заказдарды қабылдап отырсын деген сияқты. Екінші қателік, өзің жасағаннан кейін қаржыны дұрыс басқармау. Тағы да сол, сізге түскен ақшаны
шашып жіберу. Маған енді көп келетін кәсіпкерлердің больной темасы деп айтайықшы, сол да. Гүлзат, мен тауатым, бірақ қолымда ақша қалмайды. Немесе маған нөлден бастайтын жандар айтады да, мен егер ақшам болса осындай нәрсе жасайтын едім. Мен айтам, ақшаң болса сен ол нәрсені жасамайсың. Себебі сен қаржыны дұрыс басқарып білмейсің. Сен ақшаң жоқ болса да, сен 50.000 теңге пособие алатын болсаң, 1000 теңгесін ай сайын жинаш. Вот сонда сен ақшаң болған кезде 500.000 табатын болсаң, 50.000 жинайтын маман боласың деп айтам да. Ол екінші жіберетін қателік, ол қаржыны дұрыс басқармау. Үшінші қателік, өзін дамытуды тоқтату. Енді егер де сіз осы үш қателік жіберетін болсаңыз, сіздің кәсібіңіз жүрмейді, бизнесіңіз дамымайды, табысты кәсіпкер бола алмайсыз. Өзінің дамыту, тоқтату деген уже бір орында тұрып қалу ғой. Сізді ешқандай деңгей ұстап тұрмайды ғой. Сіз әрқашан дамуда болуыңыз керек. Жаңашылдыққа ашық болуыңыз керек. Жаңа таныстықтарға, жаңа дүниелерге ашық болу керексіз. Өзіңізді дамытуда ашық болу керексіз. Бір саты жоғарылай беруге тырысу керексіздер ғой енді. Әлем қазір қалай дамып бара жатыр, сонымен бірге дамуымыз керек та. Одан бөлек мынандай дүние бар да. Мен мысалы күнделікті не жасаймын? Табысты кәсіпкер күнделікті не істеу керек? Біріншіден, ең бастысы күніңді жоспарлау керек. Менде бұрында андай болған. Марафондар жасайтын кезде ең алғаш осы күнді жоспарлаудан бастаймыз да. Таңертең тұру, таңғы уақыттағы ритуалдар, тіпті түскі асқа не дайындайды, таңғы асқа не дайындайды, кешкі асқа не дайындайды, соның бәрін жазу. Себебі мен нөлден бастайтын кәсіпкерлермен жұмыс жасадым ғой. Қазір енді кәсібі бар жандар масштабқа шығарумен жұмыс жасаймыз, бірақ егер сізде нөлден бастайтын болсаңыз да, кәсібіңіз бар болса да, табысты кәсіпкер болу үшін сіздің күніңіз жоспарлану керек. Екіншіден, нетворкинг жасау. Сен өзің сияқты жандарды жаныңа өзің жина. Болмаса сен сондай жандардың ортасына бар. Қазір тегін де нетворкингтар өте көп. Немесе сатып ал. Біреудің тәжірибесін, білімін ортаға кіруді сатып алу, это нормально. Солай қарау керек та, бұл дұрыс. Және үшіншіден, өзін өзі дамытуға уақыт бөлу. Күнделікті сіз ерте тұру, уже өзіңізді дамыту. Күнделікті жылысу үшін өзіңнің денсаулығыңа мән беру. Күнделікті бір бет болса да кітап оқу, уже даму. Сен күнделікті осындай хотя бы бір 15 минуттық видеороликтарды тегін көріп, тыңдап, соның әрекетке жасау, уже өзіңді өзі дамыту болып табылады. Қараңыздар, сонда біздер жалпы ақпараттар бізде өте көп қой, біз просто өзіміздің жалқаулығымыздан табысты болмауымыз мүмкін. Енді мынандай нәрсе болады көп адамдарға. Ой, мен мотивациям өшіп қалады, мен мотивацияны қайдан алсам болады, Гүлзат ханым деп жатады да. Мотивация адамның ішінде болу керек. Ең мықты күш ол өзіңнің ішіндегі мотивация. Саған сырттан ешкім әсер ете алмайды. Егер сенің өзіңде ішінде бір стержень болмаса да, бір нақты мақсатың болмаса, нақты бір арманың болмаса, сені ешкім ынталандырмайды. Себебі мен білем, 10 миллион, тіпті 100 миллион қарызға кірген адамдар кіреді да. Олардың мотивациясы жоқ. 100 миллион қарызда. Сол үшін бірінші сіз өзіңіздің ішкі құндылығыңызды анықтап, өзіңіздің қажеттілігіңізді анықтап, өзіңіздің мақсатыңызды айқындап алсаңыз, сол сізге мотивация болады. Яғни мотивацияны даладан іздеудің қажеті жоқ. Мотивация ол сіздің өзіңіздің ішіңізде. Соны тауып алуға тырысуыңыз керек. Жалпы енді кәсіпкер болып, дағды қалыптастырып, күнделікті жоспар жасап келеміз да, тағы да бір бізге кедергі болатын дүние бар да, ол қарым-қатынас. Кәсіпті отбасы және жеке өмір қалай үйлесімділік табады? Жұмыс пен өмірдің балансының маңыздылығы қандай? Осы нәрсеге тоқталғым келеді, себебі бизнес пен отбасылық өмірді қатар алып жүру мүмкін нәрсе. Мен оған өзім тәжірибемде, осы 7 жылдық тәжірибемде көзім жетті. Және де оның басты бір айта кететін жайт, ол уақытты дұрыс басқару мен баланс ұстап қалу. Ол қандай баланс болуы мүмкін? Мысалға, біз кәсіпке кіретін болсақ, көбіне кәсіп деп жүріп, жұмыс деп жүріп, отбасыны екінші орынға қойып тастаймыз. Балаға көңіл бөлмеу, күйеуге көңіл бөлмеу, ата-ененің көңілін ауламау деген сияқты болады да бізде. Осы дүниелерді бірінші сен кәсіпкер бола алмайсың, сенің отбасыңда дұрыс қарым-қатынас болмай. Кәсіпкер бола алмайсың, сен ең бірінші осы балансты сақтап алмай. Сен жұмысыңа барасың, кәсіп бастайсың, егер сені күйеуің қолдамайтын болса, үйге келгенде сен қайда жүрсің деп ұрсып отыратын болса да, кәсіп бастайсың, жасайсың, бірақ сен балаң ауырып жатырса, кәсіптің артында жүріп балаң денсаулығы кетіп жатса, мысалы тұмау болып қалды, элементарно деп айтайықшы, тұмау болып қалса, сен оған көңіл бөлу керек боласың.
Сол үшін ең бірінші күйеуіңмен отношениені, бала тәрбиесіндегі маңыздылық, ата мен ененің алдындағы бір дүниелер, сый құрмет деп жатамыз ғой, осындай бір қарым қатынасты орнатып алу керек. Ең басты фактор, қыздар, құрметті әпкелер, тіпті ер азаматтарға да айтатыным, кәсіптеріңіз жақсы жүру үшін отбасыдағы бірінші балансты сақтау керексіздер. Отбасыдағы қарым қатынас сақтау керексіздер. Сол кезде кәсіптеріңіз өзімен өзі жүріп бастайтын болады. Және бір белгілі бір мынандай уақыт болу керек та. Маған білім алуға келгенде мен айтамын, жасауым керек деп 24-те жеті осыған баспен кіріп кетпе деп айтамын да. Белгілі бір уақыт болады. Сен тапсырманы орындайтын күнделікті бір 2 сағат кітап оқимын. Болмаса 2 сағат мен осы алып отырған обучениемнің тапсырмасын орындаймын деген сияқты. Болмаса мен күнделікті 2 сағат жұмысқа барып келем, болды. Қалған уақытта сен өзің достарыңмен қыдыр, өзіңнің жақсы көретін ісіңді жаса да. Болмаса сен өзің тіпті бала шағаңмен қыдыр, күйеуіңмен киноға бар, ата енеңе дәмді тамағын пісіріп бер деген сияқты. Осындай 24-те 7 кәсіп жасап кетуді, 24-те 7 масштабқа шығып кетуді, 24-те 7 маркетингті ойлап кетудің қажеті жоқ. Сол кезде екі ортада баланс болады да, сіз табысты кәсіпкерге айналатын боласыз. Жалпы осы дағдыны жасау арқылы мен айтқым келеді, табысты кәсіпкер болу белгілі бір дағдылардың меңгерудің нәтижесі. Сіз осы дағдыларды меңгеру арқылы табысты кәсіпкер бола аласыз. Тек қана сізге осы дүниелерді жасау ғана қалып тұр да. Бірге бір жасаңыз, өзіңізді дамытыңыз, сіз міндетті түрде сәттілікке жетесіз. Сіз міндетті түрде өзіңіз қалаған жолға түсесіз, өзіңіз қалаған мақсатқа жетесіз. Енді осындай сіздерге пайдалы ақпараттар көп болатын болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, өздеріңіздің инсайттарыңызбен комментарийде бөлісіп отырыңыздар. Және де біздің осы каналдың спонсоры CoinLife компаниясынан шампунь, бальзамдар шаштың түсуін тоқтататын, қайзақ кетіретін, және де сау шаштың өсуіне көмектесетін өнімдерді, биотин, кератин, арган-ойл, витаминдерге толы өнімдерді ұтып алу үшін осы шығарылымның сілтемесін сториста бөлісіп, өзіңіздің инсайтыңызды айтып, CoinGirlzok парақшасына отметка жасаған алғашқы 3 жанға осы өнімді сыйлайтын боламыз. Шарттарын айтылды, алғашқы болып ұтып алуға тырысыңыз. Келесі шығарылым қандай болсын, қандай сұрақтарыңыз бар, төменге қойып кетіңіздер.